Адамдардың бүгін көңілін алып, көңілін көтеріп, сый құрметімізді көрсетіп, мейірімділігімізді, өзіміздің бойымыздағы жүрегіміздегі имандылығымызды бір тексеретін сондай бір сынақ сәт тұр алдымызда. Ата-ананың разылығын алмаған перзент жұмаққа кірмейді деген қағидасы бар екен. Сондықтан да ең алғашқы әнімізді Бибігүл қызымызды сахна төріне қарсы айтқан екен. Келе ғой Бибігүл. Қанекей, Бибігүл қызымызға тағы бір қошеметтеп, шамал дем беріп қояйық. Қошеметтеріңіз, қандай керемет, міне. Бақыт деген жүректің тыныштығы екен бағай. Жүректің тыныштығы екен. Біреулер айтады, бақыт деген денсаулық дейді. Сонда туылма денсаулығы жоқ адамдар бар. Туылғаннан денсаулығы жоқ адамдар бар. Олар бақытты болуға лайық емес па? Әлбетте лайық. Бақыт деген не десе, жүректің тыныштығы дейді. Жүрек немен тынышталады десе, Алласын еске алумен екен ғой. Алланы еске алуға ақыл есі бүтін кез келген адамның қолынан келеді да. Оның қолы істемей қала ма? Аяғында ақау бола ма? Басқа жер істемей ма? Ақыл есі дұрыс болса болды, Алланы еске алуға шамасы жетеді екен. Қанша Алланы еске алған сайын, оның жүрегі тыныштала береді екен. Жүрегі тыныш болған сайын, ол бақытты жанға айналады. Сол үшін бақытты болуға кез келген адамның құқығы бар. Сіздерге тілейтінім бақыт, Аллах тағала күш-қуат берсін, шаршамаңыздар. Міне сол істі атқарып, істі жасап болғаннан кейін біздің де жүрегіміз сондай тынышталып, рахаттанып. Міне сол үшін біз осында келдік. Осындағы балалардың мұң-мұқтажына, керек-жарағына, жаратылыс деген ниетпен 2 айлық нәпәк беріп отыр. Бір қошеметтеп қосылайық сол жапа. Әңгіме қайырымдылық, мейірімділік таныту үшін міндетті миллионер болудың қажеті жоқ ағайын. Міндет ол адамның жүрегіндегі имандылығында. Ой, жасым. Мен тұрмын өлеңімді өрейін деп, мен келдім тәтті өлеңді төгейін деп. Барлығың балаларды айттыңыздар, кәдімгі желмаядай желейін деп. Бауыржанды немнеге айтпайсыздар, мен тұрмын бұл жігітке сенейін деп. 2 айлығын арнайы ап кеп отыр, 2 өмірдің қызығын көрейін деп айын. Basın! Ey jasa! Şavunna basın iğnege. Pardon, kaçala. Basın! Ey jasa! Ay bereket. Babamda kalan. Basın! Ey jasa! Ay bereket. Çıkarma kazak onu. Kazak sabrı.
Kotor. Pasta. Yaşa. Ay bereket. Çeresine, Şadyan. Çeresine. Yaşa. Kotor. Şadyan, повтори. Pasta. Kendi. Bereket. Yaşa. Ay bereket. Ay bereketi. Başılet deriz. Ay bereketi. Ay bereketi. Başılet koyunca. Ay bereketi. Jürme diyeyim ben de. Hop, çıkır! Hop, bereketi. Hop, bereketi. Erten kelinge faydalanmaz hospitallarda. Hop. Hey, ustazın vaxtında olur, ustazın vaxtında olur. Ana, ustazdan şagird ozat degen olsa. Jibirme. Keldi. Pasta geldi. Bereketi. Ona qarasha. Afayga men de qatsam olayım ki. Men de qatsam olsa afayga geldi. Afayga kösüp turamiz. Rahmet, qo'shimchalarimiz. Qozog'iston Respublikasining bo'lajak Olimpiya chempionlariga qo'shamiz. Qay elde tug'ildi, kimning uyida tug'ildi, qay yerda qalay tug'ildi, onu kim tanglaydi? Tek qana Alloh tanglaydi. So Alloh Taala adam balasının özü qalagan beynide jaratadi ekan. Osu o'tganda chet elda bir aq naslda yigitlar kafega kirib tamoq ichmoqchi bo'lgan. Сөйтсе, сол kafede negr yigit xizmat qiladi ekan. Qanday tamoq qalayсыздар deb kelsa, anau kishi aytadi deydi, o'tirgan aq naslda boylar. Boshqa odam jiberchi, boshqa bir durustov bir aq odamni jiberchi desa, men bu endi o'sha yerga xizmat qilib, menga ayta beringizlar desa, yo'q, bir durustov odam jiberchi debdi. Сөйтсе, anau negr kishi aytadi deydi, sizlar mening negr bo'lganimni unutmay turibsizlarmi? Yo'q, meni negr qilib yaratgan Xudoyni unutmay turibsizlarmi deb aytadi. So'sin bor kishilar tavbasına kelib, "Voy, jarayda kel" deb arg'aray ketdi deydi. Mana sol siyaqda kimning uyida, qay yerda, qanday жағдайда to'lib bu Alloh taolaning checheti masalasi. Ikkinchi masalamiz aytadi. O'tganda bizning avlga bir qo'noq kishi keldi. O o'ta boy kishi ekan. Bir bizning tanisimizning uyine kelgan ekan, bir sharomat. Uyning egasi ana qo'noqning oldida uyalib o'tir deydi. Nega uyalib o'tirsiz desa, aboyni jit tastagani, bola chaqasi, siz tastagani uy karta siyaqtani geografiyalik. Necha turli suratlar solib tastagan, terezeng tubin atyortmen shegimen shuqlab tastagan. So'ni qo'noqning oldida ana uyalib tur ekan. Сөйтсе qo'noq aytibdi, qanday baxtli otbasizlar sizlar desa, qayдағы бақыт? Пәрен ақша қалған aboy jit tastagan, uyimdan siz tastagan desa, әлгі жігіт айтқан екен, менің үйім өте керемет, қымбат aboy, қымбат люстра, қымбат дүниелер, бірақ оны жыртатын да, жүгіретін де, біздің үйде сөйлейтін де, сызатын да ешкім жоқ қой. Сөйтсе әйел екеуі өмір сүреді екен. Мүлдем перзент жоқ екен да ұстаз. Сөйтсек бағана Фатихан ұстаз айтқандай, әркім бақытты әртүрлі жерде іздеп жүрді. Ал енді осындай, мына кішкентай ғана уақытша ауырып қалған осы балдарымыздай, осындай жақсылықты кейбір ата-анаға берсе, Алла Тағала таңдап береді екен. Осы пендем көтереді, осы пендем жеңіп шығады, осы кісі түбінде осы баласымен бақытқа жетеді. Басқасы жете алмайды, осы ғана жетеді деп береді екен ғой. Балаларымыздың қатарға қосылады-ау деген, немеремнің қатарға қосылып жүріп кетеді-ау деген үмітім оянды. Сол үшін бұл кісілерге өте үлкен рахмет айтамын. Барлық амалдар Алла Тағала қалауымен болады. Иншалла осы баламыз, Мейірлан баламыздың жақсы жолда жүруін, елді қуантатын жақсы амалдарда жүруін, денсаулығы мықты бол,
қиналғандарды қуантып жүретін берекелі жолдарда ғұмыр кешуін Алла Тағала насip еткен болсын иншалла. Бисмилlah. Жүгір! Ай, бәрекелді міне, қадамың құтты болсын. Ай, бәрекелді, қадамың құтты болсын. Атпен шауып кетті құдай қаласа. Ай, бәрекелді. Шаш, қолға берме, шаш тек қана. Қолға берме бер шашуды. Қайсын қандай деген, Ерлан? Қайсын айтсаған? Ойлап тұр, бір айын алып келмесің ғой? Емхананы ашылып жатқан, соны жүргізіп жатқан Салтанат апайға, оның барша қызметкерлеріне мың алғыс. Самое главное, не забывайте, любите друг друга не случайно и оставайтесь навсегда!